Аргентина құрамасының бұрынғы капитаны және бапкері аңыз ойыншы Диего Марадона 25 қараша күні 60 жасында дүниеден озды. Буэнос-Айрестегі Нордельт ауданындағы өз үйінде жергілікті уақыт бойынша түскі сағат 12:00-де жүрегінен инфаркт алып үйіне 9 жедел жәрдем келгенімен дәрігерлер оның өмірін сақтай алмады. Сен өз өміріңе не істедің? Ол маңызды емес. Маңыздысы сенің біздің өмірге не істегендігің. Аңыз, иманды бол. Негізі мұсылман емес адамға дәл осылай айту қажет пе, әлде қажет емес пе, ол жағын білмедім. Ал егер қалай айту керектігін білсеңіз, ол жағын пікірге қалдырыңыз. Ендеше кішігірім үнсіздік минутын жариялайық. Бавария Еурокубокта 16 матч қатарынан жеңіске жетіп, Атлетико рекордын қайталады. Енді келесі ойында Атлетиконы тізерлетсе, жаңа рекордты орнатуы мүмкін. Көтің айырып қоям. Бірақ мұндағы мәселе мынада. Бавария барлық жеңісін Элчеда жасаса, Атлетико Еуропа лигасында. Не твой уровень, дорогой. 2 жылдан астам уақыт бойы өз алаңда 90 минуттық текетіресте мүлдем жеңілмеген Ливерпульдің көрсеткіші де тоқтады. Соңғы рет 2018 жылдың 26 қыркүйегінде Челсидан өз алаңында 1-2 есебімен жеңілсе, енді міне араға осыншама жыл салып, Аталанта кеше оларды 0-2 есебімен тізе бүктірді. Сәлем айтты ставкілеріңе. Ол ештеңе емес, Аталанта қақпасына 1-1 мәрте тура соққы жасамағанын айтсай. 2014 жылдан бері алғаш рет Ливерпуль Чемпиондар лигасында қос топ айырмасымен жеңіліс тапты. Именно соларға бәс тіккен уақытта деп жатқан шығар көпшілігі. Именно дейсің, бля, қызықсың, брадиш. Интер өз жерінде Реалға жол берді. 0-2. Матчты қоя берші. Мұндағы басты қаһарман Артуро Видаль өз аяғына өзі сүрініп пенальти сұрады. Төреші оған өзімен салғыласқан үшін 2 сары қағазды қатарынан көрсетіп алаңнан қуды. Элче тарихында 3 ойыншы ғана 3 түрлі клубтың сапында жүріп қызыл қағаз алған. Видальға дейін Вейера мен Ибрагимович. Видаль элитаға қосылды. Гениально. Айтпақшы Азар Реал үшін Элчедағы алғашқы голын соқты. Соңғы рет бұл турнирде ол 2017 жылы көзге түскен болатын. Не дейміз? Қадамың құтты болсын. Тек енді қарынды жоғалтса болды. На донышке, я же сказала. Эрлинг Холланд дәл қазіргі уақытта Роналду мен Мессидің өз жасындағы көрсеткішінен асып түсті. 12 матчта 16 гол соғып тастады. Месси осыншама уақытта 2 ғана гол соқса, Роналдудың қоржыны бос. Ойлаңыздаршы, Холланд егер дәл осылай жалғастыра берсе, 30 жасында қандай нәтиже тіркемек? Но это не точно. Барса Ла Лигада, Барса Элчеда. Неужели Барса ставканы Элчеға қойды? Мартин Брейтвейт Барселона үшін 13 матч қатарынан мүлдем гол соқпай келді де Киевтік Динамоға қарсы дубль жасап бір нәтижелі пас шығарды. Франс футбол алтын допты мезгілінен тоқтатты, бар ғой. Пару слов туда-сюда сделай. Ибрагимович Швециядағы жылдың үздік футболшысына берілетін алтын допты жеңіп алды. Бұл Ибра емес алтын допты жеңген. Алтын доп Ибраның алақанына жанасу құрметіне үйленген. Ладно, и так сойдет. Мората Элчеда Юве үшін 4 ойында 5 гол соқты. Жай ғана, Юве оның командасы. Айтпақшы, тағы 4 голы бар офсайдта жатқан. Мұны естіген Симеоне. Дзюба Элчедағы ең үздік ресейлік бомбардир атанды. Еншісінде 9 гол бар. Голдарының барлығын қолмен соққандай ұрып атырға болды. Айтпақшы, ресейлік командалар Элченің осы маусымда мүлдем жеңіске жетіп көрген жоқ әлі. Не твой уровень, дорогой. Кезім келген, сеніммен тербетем жырымменен. Болмасын бойыңда күмән менен. Сенбеу деген, көлбеу деген, қасақана көз жұмып көрмеу деген. Шынайы мықтыны көрселіп білсе де көзіне өздері сенбей мекен. Еліктерім, амалсыз сен маған, еліктерін көріп келем. Жауабым сұраққа көріп келмең, жүріп келем өмірдің